Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы ол бір товарға немесе кез келген бір нишаға детальный тереңдетілген анализді қалай жасайтын боламыз. Осы жайлы толығырақ біз айта өтеміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте пайдалы ақпараттарды алатын боламыз. Бұл видеода біз MSAS арқылы полностью бір нишаны мен сіздерге толыққанды көрсететін боламын. Қалай анализ жасаймыз, фбо-ға жіберер алдын анализ жасап, ол ниша кіру стоит, не стоит, сол сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Сондықтан соңына дейін көруге сіздерге кеңес беремін. Ең алдымен біз MSAS-қа кіреміз. MSAS-қа кірген кезде мына бізде Wildberries бөлімінен бір нишаны алайық. Выбор нишаға кіріп, например, қазір біздің жағдайда біз электрический зубная щетканы алып көрейік. Яғни бір электрический зубная щетка арқылы біз қалай оборот жасай аламыз, қанша пайда таба аламыз, соның барлығын көретін боламыз. Например, қазір мен мына жерге жазайын, щетка деп. Щетки деп іздеп көрейік. Электрическая зубная щетки керек бізге. Например, мына жерден біз көріп аламыз, мына бытовая техника, электрические зубные щетки. Бірінші көзбен бір поверхностный анализін көріп аламыз. Мына жерде міне бізде товар, бұл жерде почти 11 мыңға жуық товар бар. Оның жақсы сатылып жатқан 2232 штук карточка бізде жақсы продажа болып жатыр. Одан кейін 20% товара с движением, яғни спросы өте жақсы товарлардың. Және продажа бір айда соңғы 30 күнде 123 штук товар сатылған, ол өте жақсы көрсеткіш. Және де выручкасы 160, яғни 170 миллион рубльға жуық продажа, выручка, оборот істеген бір айда. Бұл дегеніміз теңгеге шаққанда мүлдем үлкен суммалар, яғни почти 6-5-ке көбейтеміз. Қазіргі не 6-7 болып тұр рубльдің құны, сондықтан көбейтетін болсақ, бұл уже 6-7-ге көбейсе, енді тіптен ойлап көріңіздер, почти 1 миллиардқа жуық сумма шығады теңгеге. Яғни өте үлкен выручка. Детально ішіне кіріп көрейік. Электрические зубные щетки. Например, сіздерге Промотейден алып көрсейін ол товарды қандай екендігін. Мына жерге жазайық, қазіргі таңда электрические зубные щетки деп. Қайта кіре салайық. Промотейге кіреміз. Кірген кезде бізде электрические зубные щеткалар, ол бізде міне красота и здоровье бөлімде, оның ішінде уход за полостью рта. Яғни осы ішінен біз бір электрический зубная щетка, например, мына жердеген алайық, міне тұр екен, бізде доктор Бэй дегендердің біреуін алып көрейік. Мына екеуінің ценасы бір. Астына түсіп, мынау тек насадка бізде. Уход за полостью рта. Например, мынау щетканы алып көрейік. Бағасы бізде 5688 теңге. Яғни біз осы неге полностью өзіміз анализ жасайтын боламыз осы товарға детальный. Ең алдымен біз бұны қанша сатуымыз керек, соны біліп алуымыз керек. Яғни біз юнит экономика жүргізбесек, тупа 5600-ге алдық, оны 15-20 мыңға сатамыз деген болмайды. Яғни бізге қанша минусқа, қанша бізде комиссиялар, логистика, соның барлығын есептеп аламыз. Ол үшін бізге керек болады таблицамыз. Таблицамызды ашып алайық. Таблица осындай кезде шықпай қалады. Бізге ең алдымен осы зубная щетканы таңдағаннан кейін бізге бұның юнит экономикасын жасау керек болады. Яғни біз оны просто 5688-ге алдық, тупа біз оны 15-20 мыңға сатамыз деп расчет ұстамаймыз. Бұны четко біз нақты қанша сататымыз, қанша комиссия, логистика, бұның упаковкасына қанша кетеді, Москваға дейін баратын бағасы, бәрі соны есептейтін боламыз. Ол үшін біз мынандай дайын Excel таблицамызды ашамыз. Например, мына жерге жазамыз. Щетка деп өзіміз жазып аламыз. Щетка деп жаздық, например. Қазір рубль бізде 6-да 7 болып тұр. 6 түр 7. Біздің суммамыз 5688. Біздің көргіміз келетін маржа. Яғни маржа, например, бұдан 3000 теңге көрейік, өте нормальный, почти бірге бір көріп жатырмыз біз. Үстінен 50% маржинальностьпен жұмыс істейміз. 3000 теңге услуга фулфилмента. Енді бұл жерде услуга фулфилмента қалай есептелінеді? Яғни біз фбо-ға жіберетін болсақ, бір коробкеге қанша сияды, соны есептейміз. Коробка құны мысалы среднем нарықта қазір 8000, 9000, бір коробке 10 000 жобасын алып отыр. Біз 9000 теңге деп алайық. Бір коробке, например, 50 штук сияды деп ойлайық. Бұл қатты үлкен емес, мынандай кішігірім ғана товар 50 штук сыйса, яғни біз
енді 53-тің упаковкасы, например, бір товарға 200 теңге упаковка жасайық дейік, пупырка ораймыз немесе мындай зип пакетке салдық деп ойласақ, біреуіне 200 теңге және 9000 теңгеден бір коробке қанша сиятындығын бөлеміз. 9000-ды біз 50-ге бөлсек, бір товарға 180 және де 200 теңгеге упаковка істедік делік. 200-ді қосамыз, сонда бізде 380 теңге плюс маркировка бір 30 теңгені қосатын болсақ, ең минималды немен 40 теңге іздеп есептейік, маркировкасын қоссақ бізде 420 теңге. Яғни 420 теңге бізде до каледины болмаса до электросталь деген сияқты складқа кіретін бағасы бізде 420. Яғни ойлаңыз, сіздің бір товарыңыз Алматыдан Москваға дейін жету бағасы 420 теңге. Бұл өте жақсы сумма. Енді логистика ВБ. ВБ-ның логистикасы ол бізде базовый логистиканы алады. Яғни біз электросталь, например, Каледина кіргіздік десек, Калединадағы бізде базовый логистика ол 70 рубль. Ең төменгі баға, себебі бұл крупногабаритный товар емес, бізде 5 литрдан көлем аспайды, сондықтан 70 литр. Обратная логистика ол бізде всегда 33 рубль, ал бұның комиссиясы бізде ФБО-да 17%, ФБС-пен 15%. Енді скидка постоянного покупателя біз 15% қоймай қоямыз, бұл жерде самый минимальный немен 5% қоямыз, потому что СПП ол всегда берілмейді. Иногда ғана беріледі, и біз сондай ең минималды рискпен 5% деп аламыз. Осы кезде бізде шығатын итоговый суммамыз 1865 рубль. Яғни біз 1865 рубльден сатсақ, 3000 теңге маржа көріп отырамыз. Енді барып біз жаңағы немізге кіретін боламыз. Міне, мына жерден көрдік, 1860-ға сатамыз. Енді осыны тереңірек жаңағы МСАСтан зерттеп көреміз. Электрические зубные щетки, ішіне кірдік. Міне, көреміз топты. Так, кәдімгі бізде жаңа өзіміздікіне ұқсас электрические зубные щеткалар қарап отырсақ, бәрі түсінікті, детскийлар да бар екен. Бірінші топ 10-да тұрған адамдарға анализ жасаймыз. Бұл жерде топ 3-да Wildberries өзі тұр екен, яғни конкуренцияны қатты ұстап тұр екен. Бұл жерде ценасы біздің ценадан қымбатырақ, 2458, 3217, 6700, 2500, 3574 деген сияқты топ 10-дағылардың бағасын бәрі 2000-2500 үстінде екен. Біздікі осылардан кішкене арзан, чуть қымбат, жаңағыдай маржаны көбейтіп сатсақ та болады. Себебі бізде жаңағы качествосы жақсы электрический зубная щеткалар болғаннан кейін бұл жерден мүлдем қорқуға болмайды, сондықтан біз конкуренция способны біздің ценамыз. Ең алдымен қарайтынымыз ол бізде продавцы. Продавецтер бізде қандай монополия бар ма, жоқ па. Қарап отырсақ, бізде міне нарықтың 66% бос продажаны. Выручканың да 60% бос, 58%. Бұл жерде монополияны 13% ғана Wildberries алып отыр. Ол қатты қорқатындай монополия емес. Себебі мына жақта қалған 60% нарық бос тұр. Яғни осы біз нарықтан өзіміздің кусочек пирогамызды былайша айтқанда ала аламыз смело. Сондықтан бұл нишаға тоже қорықпай кіруге болады. Енді брендтерді бір қарап өтейік. Қандай брендтер бізде жақсы сатылып жатыр? Қарасақ, бұл жерде особо қатты спросқа ие брендтер жоқ екен. Там бәрі әртүрлі брендтер, там Philips, біреулер міне Longa Vita, Sukas, там Braun деген сияқты түрлі Xiaomi брендтерде сатып жатыр. И бұл жерде қатты қорқатын ештеңе жоқ екен. Там брендті бір қатып қалған, мына брендті ғана сату керек. Осы бренд қана Dr. Bay дегенде сатылып жатыр. Рейтингі 461, 390 продаж жасайды екен. Өте жақсы тоже жасап жатыр міне. Выручкасы 875 000 рубль екен айлық. Одан кейін бізде қарайтынымыз тренднестқа қараймыз, яғни бұл товардың спросы. Так, мынаның барлығы бізге керек емес, керегі бізге көбінесе продажа мен выручка керек болады. Соңғы уақыттағы қарасақ, соңғы кездерде тағы өсіп келген. Ары қарай тоже негізі жақсы өсу керек. Тренднест соңғы мына жақтан қарағанда міне бізде өскен, жылдың несінен бастап қарағанда. Ары қарай бізде қарайтынымыз ценовая сегментация. Нишаға анализ жасағанда ценовая сегментация. Қай сегмент арасында бізде жақсы продажалар өте көп болып жатыр. Қарайтын болсақ, міне мынау бізде сызық шарғылы астында графикте жазған қай сегмент араларында қандай сегменттерде продажалар қанша болып жатыр. Яғни жаңа біздікі 1800 деген аралыққа келді. Сол аралыққа қарайтын болсақ, міне 1745 пен 999-ның арасындағы бізде бағаға сәйкес келеді. Жаңа 1865 дегеніміз. Бұл жерде айына 3311 продажа және 7 285 000 рубль выручка болады. Яғни бұл 7 миллион өте жақсы сумма біз үшін. Яғни 7 миллионнан біз хотя 1 миллион рубльді өзіміз смело жасай аламыз, егер грамотно барлығын істейтін болсақ пошагово. Ценовая сегментациядан кейін бізге керек ол географияны көрсетіп болады. Себебі география бізге қай складқа поставка істегеніміз тиімді екенін көрсетіп береді. Яғни сіз алып оны тупо барып Каледина немесе Казаньға, Санкт-Петербургқа жібере салмайсыз. Сіз қарайсыз, қай приоритетный складқа жіберген дұрыс. Мына жерде қанық жасылмен қарап тұрғаныңызды көретін болсаңыздар, қанық жасылмен боялғандар ол бізде спрос мықты болып жатқан, сол складтардан көп продажа болып жатқандығын көрсетеді.
яғни бұл жерде бізде как обычно электросталь, каледина, подольск складтары приоритетке ие болады, себебі бұл жер Москваның айналасы, Москвада халық көп тұрады және де жаңағыдай заказ соответственно көп береді. Одан кейін бізде Казань тоже өте дамыған және де ол жақта да халық көп тұрады, сондықтан тоже бізде приоритетный складқа саналады. Одан кейін барып бізде Краснодар мен Санкт-Петербург складтары, яғни сізде товар, например, 200 штук жіберсеңіз, оның 100 штугын Каледина, одан кейін 20 штук электросталь, 20 штук Казань, Краснодар, Санкт-Петербург деген секілді жіберуге болады. Немесе 70 штукты Каледина, қалғандарына 30-30-дан деген секілді бөлуге болады. Одан кейін біз анализ сезонных эффектов обязательно көреміз. Себебі сезонностьқа біз қарауымыз керек. Товар сезонный болып қалмау керек, все сезонный барлық кезде там стабильно сатылу керек. Немесе сезонный товар болса, оны да қарау керек. Например, қарасақ, выручка көкпен берілген бізде, годовая сезонность деп тұр, яғни выручканың там бізде жылдық сезонностьтар, там қалай маусымдық сезонностьтар бізге қалай әсер етеді. Одан кейін қызыл выручка праздниктердің бізге влияниесі. Яғни праздниктер біздің товардың выручкасына қалай әсер ететіндігін көрсетілген. Мына жерде қараймыз, бізде электрическая зумная щетка жыл 12 ай почти жақсы сатылады, тек жаңа жыл уақытысында ғана годовая сезонность бізде қатты өседі выручкасы, себебі жаңа жыл кезде там адамдар бір-біріне подарок етуі мүмкін, соған байланысты өте қатты өседі. Ал выручкаға қарайтын болсақ, праздниктардың влияниесіне қарайтын болсақ, бізде міне 23 февраль, март кездерде жақсы өтеді екен, 8 мартқа қарай, себебі ол кезде тоже праздниктер, адамдар бір-біріне подарок етуі мүмкін. Одан кейін майский праздник кездерде чуть өседі екен, несі выручкасы, яғни майский праздниктер бізге жақсы влиять етеді. Ал қалған уақыттардың барлығында міне қызылға қарасақ, стабильно сатыла береді. Яғни бұл все сезонный товар. Одан кейін біз прогнозы дегенге тоже бір қарап өтсек болады, себебі прогноз бізге тоже МСАС бізде соңғы аналитикалық статистикалар алады да бізге тегін прогноз жасап береді. Мына жерде қарасақ, міне мынау қызыл бізде нақты фактически болған значениялар, яғни факт бойынша осындай продажа выручкалар болды. Ал мынау көк біздің МСАСың жасап берген прогнозы. Қарасақ, көкпен көп жерде сәйкес келген, даже біздің фактымыз көктен озған, яғни көп жерде сәйкес келген бір-бірімен. Алда уақытта бұл ниша тағы өседі деп жатыр, яғни біз бұл нишаға қазір кірсек, смело қорықпай кіруге болады, себебі алда рост болады деп статистика бойынша көрсетіп тұр бізде жаңағы МСАС соңғы аналитика бойынша. Енді біз конкуренттерге қараймыз, например, Wildberries-тен бөлек бізде мына ИП Габдуллин деген жақсы сатып жатыр. Енді осының товарына ішіне детально кіріп көретін боламыз. Яғни товарына кірдік, қандай товар екеніне анализ жасап көреміз. Например, мына жерде период дегенде всегда 30 күн дегенге қоямыз. Соңғы 30 күндегі бізде данныйлар керек, оны 2 ай, там бір аптадағысы, месяцтағысы керек емес, 30 күнге. 30 күнде қарасақ, өте жақсы, міне 3 миллион 639 мың выручка жасап отыр. 39 штук почти среднем күнде сатып отыр, общий 1176 штук сатқан екен. Яғни упущенный выручкасы бар, яғни бұл кішкене бір кездерде астатық 0 болып қалғанда болуы мүмкін. Мына жақтан қарасақ, мына жерде де міне астатық бұл кісіде 0 болып қалған, сосын барып қайттан апарған екен. Осыны қарай аламыз. Яғни біз де осының позициясына келу үшін енді қараймыз. Бұл күніне среднем 39. Біз жаңадан кірген болсақ, самовыкуппен өзіміздің товарды көтере аламыз. Ол үшін біз тоже среднем күніне 30 штуктан продажа жасап отыруымыз керек. Мына жақта день бойынша көрсек, міне бұда среднем 20-30-дан өтіп отқан күніне 15 сондайдан. И бізде де среднем сондай 20-30 самовыкуппен басына бір апта жасап жерсек, осының позициясына келе аламыз. Дальше бұның қандай категориялар бойынша сатып атқандығын да көре аламыз. Категориялары бұлда қазіргі здоровье, уход за полостью рта, зубные щетки, ирригаторы деген категориялар бойынша жақсы позицияларда тұр, және запростар бойынша да өте мықты жаңағы өзінің позициясын ұстап отыр. Например, электрическая зубная щетка взрослая деген запрос бойынша бұл қазіргі таңда 5-ші орында екен. Например, частота ВБ, міне ВБ-дағы бұл сөздің частотасы 18242, ал результатов деген мына жерде солындай іздеген кезде сізге 1718-ақ карточка шығарады. Яғни бұл бір-біріне сәйкес келмейді, сондықтан 1718-ді 18000-ді 1718-ге бөлгенде өте көп сума шығады, сондықтан біз бұл нарық бос деген сөз, смело осылай кіре аламыз. Сіз ең высокочастотный запростар бойынша осылай қарайтын боламыз. Сол кезде мынау результат пен частотаның арасындағы разница өте үлкен шығатын болса, онда бұл нарық өте бос деген сөз. Мына жерде мысалы біздің частотамыз 18, мына жақта результатымыз 10 000 болатын болса, онда нарық кішкене бос емес, кіру кішкене қиындау болады деген сөз. Мына жерде нарықтың бос екенін көріп тұрмыз. Яғни электрическая зубная щетка взрослая десе 1718-ақ товар шығарады, ал оны іздеп жатқандар 18242 запрос болып
жатыр. Осылай сіздер нишаға, бір товарға, бір определенный предметке детальный тереңдетілген түрде анализ жасай аласыздар. Осы сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мынау видеодан кейін сіздер осылай кез келген товарды алып өздеріңіз MSASпен үтір нүктесіне шейін анализ жасай аласыздар. Соны үйрендіңіздер. Сіздерге мына видео ұнаған болса, астыға комментарий мен лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да қандай сабақтар, тақырыптағы видеолар күтесіздер, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше.